9-шы тапсырма. Look, read and underline. Қараңыз, оқыңыз және тиісті сөздің астын сызыңыз. Біріншісі, you must wash your hands before dinner. Тамақтанудан алдын қолыңды жууың керек. Екінші, you mustn't swim here. Бұл жерде жүзуге тыйым салынады. Үшінші, you must do your homework. Үйге тапсырмаңды орындау қажет. Төртінші, you mustn't make noise. Саған шуламау керек. 10-шы тапсырма. Read and write. Оқыңыз және жазыңыз. Бізге сөздер берілген, сол сөздерді қолдана отырып сөйлемдер құрастыруымыз керек екен. Біріншісі, it's raining today. You must take an umbrella. Бүгін күн жаңбырлы, саған қол шатырды алу керек. Екінші, Нұрлан is cold. He must wear a jumper. Нұрлан жаурады, оған жемпір кию керек. Үшінші, the baby is sleeping. We must be quiet. Бөпе ұйықтап жатыр. Біз тыныштық сақтауымыз керек. Төртінші, Dana is studying. We mustn't make noise. Дана сабақ оқып жатыр. Біз шуламауымыз керек. Бесінші, we haven't got any milk. We must go to the supermarket. Бізде сүт қалмады. Бізге супермаркетке бару қажет. Алтыншы, Қанат is at school. He mustn't eat in class. Қанат мектепте. Оған сыныпта тамақ жеуге болмайды. Жетінші, the dog is ill. You must take it to vet. Ит ауырып қалды. Оны ветеринарға алып баруың қажет. Сегізінші, Sultan is a police officer. He must wear a uniform. Сұлтан полицей қызметкері. Ол форма киюі қажет. Бірінші тапсырма. Answer the questions with yes you can or no you can't. Сұрақтарға я болады немесе жоқ болмайды деп жауап беруіміз керек екен. Біріншісі, can I go to bed late on Mondays? Дүйсенбі күндері кеш ұйықтасам бола ма? No, you can't. Жоқ болмайды. Екінші, can I ride your bike? Сенің велосипедіңді айдасам бола ма? Yes, you can. Я болады. Үшінші, can I listen to music in class? Сыныпта музыка тыңдасам бола ма? No, you can't. Жоқ болмайды. Төртінші, can I watch TV in the morning? Таңертең теледидар көруге бола ма? Жоқ болмайды.